Қайырлы күн. Бүгін міне 25-ші күн азаматтық белсенді саясаткер Ермек Нарымбай аштық жариялап жатыр. Ермек Нарымбай деген кім? Барлықтарыңыз болмасаңыздар да көпшіліктеріңіз Ермектің YouTube каналын көрген боларсыздар. Ол шынымен де елім деп жүрген ел азаматы. Өте сапалы видеолар жасайды. Қазақстанда жүрген кезінде талай іс-шараларға қатысқан, соның нәтижесінде істі болған. Аяғында Украинаға кетіп, қаңтар оқиғасынан кейін елде өзгерістер болды деп шетелдегі оппозиционерлердің бірі болып елге оралған еді. Алайда оралған бетте біздің билік ол кісіні қамауға алды. Содан бері міне 7 айдай болды Ермек Нарымбай түрмеде. Оның не соңғы қазір 25-ші күн аштық жариялап жатыр. Елестетіп көріңізші, өзіңіз 7-8 сағат ас ауқат жемесеңіз, бір тәулік ас ауқат жемесеңіз, өзіңізді қалай сезінетін едіңіз? Ал бұл жерде азамат 25 күн бойы ас тамақтан бас тартуда. Өзі үшін емес. Ермек Нарымбай өзінің жеке қара басының ісі үшін істі болған жоқ. Ол барлық қазақстандықтардың талабы бойынша, талабын орындау үшін, халықтың дауысын жеткізу үшін жүрген азамат, және ол халық үшін істі болып отыр. Сондықтан елім деген ерін қорғайтын ел болып қолдау көрсетейік. Бүгінгі биліктен Ермекті босатуын талап етейік. Ермек өте принципиалды азамат. Оған аштық тоқтат дегенге ол кісі тоқтата қоймайтыны анық. Қанша күннен бері айтылып жатыр. Азаматтық белсенділер, саясаткерлер өтініп сұрап жатыр, бірақ та ол принципиалды азамат. Сондықтан да мұндай азамат екі туылмайды. Сондықтан қолда барда алтынның қадірін білейік. Қоғамнан, биліктен Ермекті босатуды сұрайық. Ермек біздің қоғамға тірідей керек. Барлығымыз осыны өтініп сұрап, осындай бір видео өңдеулер жазсаңыздар.